الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. أما بعد، السلام عليكم құрметті жамағат. Алла тағаланың қалауыменен бүгін біз сіздерменен Улумул Құр'ан атты сабақты бастағалы отырмыз. Улумул Құр'ан бұл Құр'ан тағылымы немесе Құр'ан ғылымдары деген мағынаны беретін ғылым. Бұл ғылым бізге Құр'анның не екендігін, Құр'ан қалай түскендігін, Құр'ан қалай жинақталғандығын, әрбір аяттарының түсу себептерін, және де аяттар менен аяттардың арасындағы үкімі жойылған және де үкімді жоюшы аяттардың тізбегін, және де қирағат түрлерін, онан кейін Құр'ан жаттау, Құр'ан оқу әдептерін түсіндіретін, үйрететін ғылым болып табылады. Жалпы Құр'анға қатысты қандай мәселе бар, сол мәселелерді анықтап ашып беретін ғылым бұл Құр'ан ғылымдары деген атқа ие болған ғылым. Құр'ан мұсылманның ең қасиетті, ең ұлы кітабы. Жалпы Алла тағаланың жер бетіне түсіріп, жер бетіндегі мақлұқтардың ішіндегі адам баласына арнайы нығмет етіп беріп, адамменен тілдесуге жіберген кітап осы Құр'ан. Бұл жер бетіндегі ең ұлы кітап. Бұдан асқан ақиқатты қамтыған, бұдан асқан бүкіл ғылымдарды қамтыған, бұдан асқан барлық адамға қажетті мағыналарды жинаған кітап жоқ. Бұл Құр'ан бүкіл пайғамбарларға түскен кітаптардың немесе парақтардың, яғни қанша пайғамбарға қанша кітап түсті, қанша парақ түсті, солардың ең ұлысы болып табылады. Және де жер бетіндегі адам баласы көрген кітаптардың ең ұлысы осы Құр'ан болып табылады. Алла тағала тілдесуге жер бетіндегі мақлұқтардың ішінен адам баласын таңдап алды. Адам баласы жер бетінде несіменен ерекше, несіменен артық десек, ең бірінші Алла тағаланың бізге берген ол ақылы. Осы ақылымыз көтере алатындай, түсіне алатындай, қортып, қамтып, одан нәтиже тұжырым шығаратындай Алла тағала бізге мән мағынаға толы, ақиқатқа толы Құр'анды түсіріп қойды. Бұл Құр'анның ішінде біз ең бірінші жаратушы Раббымызбенен танысамыз. Құр'анның ішінде өзімізге дейінгі өткен тарихпен танысамыз. Құр'анның ішінде ақиқатпен жалғанды ажыратамыз. Құр'анның ішінде болашақта не болатындығын танысамыз. Құр'анның ішінде біз ақыретте не болатындығын білеміз. Енді бұл Құр'ан дегеніміз
жоғарыда айтқандай мұсылманның ең ұлы кітабы дедік. Алайда өкінішке орай қазіргі уақытта осы қоғамда, жер бетінде Құранға жақындап, Құранды жаттап, Құранға деген махаббаты ашылған, күні түні Құран менен жүретін, Құранды жадына жат қылатын, қанына сіңірген, жүрегіменен жақсы көрген адамдар азайып бара жатыр. Өзіміз де Құранды аз оқимыз. Құранның бетін аз ашамыз. Құран сөрелерде шаң басқан күйінде қалып кетіп жатыр. Құранды таза оқуға, Құранды түсінуге, Құранның тәпсіріне бойлауға қызығушылық мұсылмандар арасында барған сайын азайып бара жатыр. Бұл біз үшін ең үлкен айыптың бірі. Енді Құран дегеніміз жалпы не ол? Десек, Құран деген бұл Алла тағаланың кәләмі. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға вахи етілген. Әрбір сүрелермен, аяттармен құлшылық жасалатын, бізге мутауатир жолымен жеткен кітап. Осы нәрсе не деп аталады? Құран деп аталады. Бұл Құранның анықтамасы. Бұны біз не істеуіміз керек? Жаттап алуымыз керек. Құранның анықтамасы, қайталап айтамыз, Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға, Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға вахи етілген. Әрбір сүрелермен, аяттармен құлшылық жасалатын, және де бізге мутауатир жолменен жеткен Алла тағаланың кәләмі. Ең бірінші, бұл Алланың кәләмі. Ал Алла тағаланың кәләмі ол әзәли, ол әбәди. Яғни оның басталуы жоқ, оның аяқталуы жоқ, ол мәңгі. Алла тағаланың кәләмі ол біз секілді, біздің сөзіміз секілді әріптерден, сөздерден, дыбыстардан, дауыстардан тұрмайды. Реттіліктен және де кезектіктен тұрмайды. Алла тағаланың кәләмі бұл нәрсенің барлығынан пәк. Алла тағала сөйлейді дауыссыз, дыбыссыз, әріпсіз, сөйлемдердегі кезектілікті, ондай нәрселерді Алла тағалаға жүрмейді. Ол мақлұқтың бойындағы нәрсе. Алланың кәләмі әзәли. Алла тағаланың кәләмі хақ. Осы Алла тағала кәләмін Жибрил алейхиссаламға бұйырып, Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға вахи етіп түсіруге жүктеді. Осылайша Жибрил алейхиссалам Алла тағаланың кәләмін Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға 23 жыл аралығында аят-аяттай немесе сүре-сүредей түсіріп, және де келген Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға келген кезінде, алып келген сәтінде, оның кезегін, оның қатарын, оның есімін, қай сүре, қай аят, қай жерге қойылу керек, осының барлығын Жибрил алейхиссалам Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға айтып беріп отырды. Осылайша Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам 23 жыл бойы Құранды жинақтады. Жадында, жүрегінде. Вахи Жибрил алейхиссалам менен болады. Жибрил алейхиссалам
пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға Алла тағала бұйырған нәрсесін бұйырған сәтінде жағдаяттарменен түрлі себептерге байланысты алып келіп жеткізеді. Демек, уахи дегеніміз пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзі жасай алмайтын, өзінің жаратылысындағы, бойындағы қабілеттерге қатысы жоқ, сырттай Жибрил алейхиссалам алып келген Алла тағаланың бұйрығымен түскен кәләмі. Міне осы нәрсені уахи деп атаймыз. Уахи деп, демек, ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзі бір нәрсені шығару емес, тек қана Жибрил алейхиссалам оған алып келіп, сол нәрсені кім? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қабылдап алады. Міне осы нәрсе уахи. Екінші, бұл екінші. Енді үшінші, бұның әрбір сүресіменен, әрбір аяттарыменен біз ғибадат, құлшылық жасаймыз. Яғни, намазда біз еш нәрсені оқуымызға болмайды, тек қана нені оқуымызға рұқсат, нені оқуымыз міндеттелінген, жүктелінген, ол Құран сүрелерін оқуымыз керек. Нені оқуымыз керек? Намазда Құранды оқуымыз керек. Құраннан басқа ешқандай, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде оқи алмайсыз. Ғалымдардың сөзінде оқи алмайсыз. Арабша кез келген бір нәрсе білсеңіз, оның еш қайсысы жарамайды. Тек қана құлшылыққа не жарайды? Құран аяттары немесе Құран сүрелері ғана жарайды. Және де пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисінде айтқандай, Құранның әрбір әрібінде 10 сауап бар деді. Мен әлиф лам мим үшеуін бір әріп деп айтпаймын. Әлиф жеке бір әріп, лам жеке бір әріп, мим жеке бір әріп. Яғни әрбір әріпке сауап жазылады деген сөз, осы әлифке 10 сауап, мимге 10 сауап, ләмге 10 сауап деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ашықтап жатыр. Яғни осыменен біз сауап аламыз. Құранды оққан кезінде оған сауап аламыз. Құранды біз құлшылықтың ішінде, намаздың ішінде орындаймыз. Демек, Құранменен ғибадат етеміз. Енді хадисті оқумен, хадисті тануменен, оны жаттауменен сауап аламыз ба? Әрине аламыз. Ол ілім оққандығымыз үшін аламыз. Ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сүннетіне ергендігіміз үшін, Құранды түсіну үшін, дінді түсіну үшін, діннің әрбір мәселесіне дәлел келтіру үшін жаттап жатырмыз. Сол алып жатқан іліміміз үшін сауап аламыз. Алайда Құран оқудың сауабы ол ерекше. Ол арнайы не қылған? Берілген сауап. Құранға арнайы Алла тағаланың берген сауабы. Онан кейін бұл бізге мутаватир жолмен келген. Құран бізге әрбір харакеттері, қатары, тізбегі, кезегі, атаулары барлығы немен келген? Мутаватир жолмен келген. Мутаватир жол дегеніміз не ол? Қалай түсінеміз? Мутаватир жолмен келген. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға түсті ғой Құран 23 жыл бойы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оны үйретті, сахабалар оны жаттады. Енді сол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өткеннен кейін, Раббысына жолыққаннан кейін бізге, осы күнімізге 2025 жылға дейін Құран қалай жетіп келіп отырмын? Алдымызда тұр міне Құран. Қалай жетті бізге? Жазбаша болғанда мынау осы жақын жылдарда ғана жазылған кітап. Жақын жылдарда ғана жазылған кітап бұл. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам заманында Құран жазылды ма осылайынан? Дәл осылай? Жазылған жоқ.
сахабалардың заманында ғана жазылды. Одан кейін типография деген нәрсе болған жоқ ол уақытта. Он жаңағыдай 100 000 тиражбен, миллион тиражбен жазып әлемге тарқату деген нәрсе болған жоқ. Кітаптар болды, біз оған болашақтағы сабақтарымызда келеміз. Қалай жинақталғандығы туралы Құран, қалай жазылғандығы туралы, қанша кітап жазылғандығына шейін біз оның бәрін айтамыз болашақ сабағымызда. Бірақ мәселе, кітап жазылғанның өзінде азын-аулақ саусақпен санарлық кітап болды. Енді біздің күнімізге шейін сол 5-6 кітап қана келген жоқ қой. Мәселе жазумен келді ма, әлде мәселе жаттаумен келді ма деген. Жоқ, дұрыс ол. Бұл жазылу мәселесі. Оған біз қалай жазылғандығын келеміз. Бірақ жазылудан бұрын Құран бізге жету жолы 2 жолмен болады. Біреуі жазбаша, яғни ол құжат ретінде фиксированный дейді ғой. Ол мынау құжат ретінде тұр міне. Ненің құжат ретінде? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға осы жадына түскен, оны жаттаған, жүрегінде сақтаған, сахабалар оны қабылдап алған, жаттап, сахабалар өз кезегінде жаттап, одан кейін табииндерге жатқа жеткізген. Олар оны жаттап алған. Табииндер өз кезегінде табииндерге жатқа жеткізген, олар жаттап қабылдап алған. Міне осылайша Құран бізге екінші жолы жаттаумен келе жатыр. Жадымызда келе жатыр. Ешқандай басқа нәрсе адам ғасырдан ғасырға, ұрпақтан ұрпаққа 14 ғасыр бойы олай жадында келе жатқан жоқ. Кітап, мүмкін бір сөздер келе жатқан болар, адамның жадына ауысып та. Мысалға, пәлен философ мынандай сөз айтқан. Осыны адамдар жаттап келе жатыр, мүмкін, жазылмаса да. Бірақ бізге толықтай бір кітап 600 беттен тұратын, 300 парақтан тұратын, 114 сүреден тұратын. Бір ғалымдардың санауында 666 аяттан тұратын бір кітап адамның жадына, яғни жүректен жүрекке ауысып, не істеп келе жатыр? Ауысып келе жатыр бізге. Мирас болып. Енді осы тауатур деген жол, мутауатир деген жолмен келді дегеніміз, Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қаншама мыңдаған сахабаларға Құранды жаттатқызды. Бір сахаба бір сүре жаттап алды, бір сахаба 10 сүре жаттап алды, бір сахаба бір пара жаттап алды, бір сахаба 10 пара жаттап алды. Енді бір сахабалар болды, толықтай Құранды жаттаған қари сахабалар, ғалым сахабалар. Убай ибн Кааб, Абдулла ибн Умар, Зайд ибн Thабит, Али радиаллаху анхулар, Абдулла ибн Мас'уд, Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхулар, Абдулла ибн Амр ибн ал-Ас радиаллаху анху. Бұлардың барлығы не? Құранды толық жаттап алған сахабалар. Осы сахабалардың саны көп болды. Енді осы көпшілік сахаба, өзінен кейін табииндер келді ғой. Солар көпшілігіне не қылды? Тағы да көп адамдарға Құранды жеткізді. Олар жаттап алды. Көп. 100 емес, 1000 емес. Одан да көп деген секілді. Одан кейін олар табииндер, одан кейін табииндер одан сайын көбейді.
Не? Оларға жеткізді. Олар жаттап алды. Көп болды. Енді біздің жаңа табиғиндер одан кейінгі өздерінен кейін келген ұрпаққа олар жаңа жаттап алды. 10 мыңдап, 100 мыңдаған адам Құранды жатқа біліп отыр. Одан кейін келді. Біздің заманымызда қазір жер бетінде қаншама миллиондаған не бар? Қарилар бар мысалға. Миллиондаған қарилар бар. Тауатур деген жол Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан көпшілік адам болып қабылдап алып, өзінен кейін көпшілікке, олар өзінен кейін, яғни әр ұрпақта көпшіліктен көпшілікке жетіп отыру жолын не деп атаймыз? Мутауатир деп атаймыз. Бір адам, екі адам, үш адам деген нәрсе жоқ. Түсіндіңіздер? Бұның несі, қандай ерекшелігі бар? Бұның қандай қасиеті бар? Бұлай жетудің десек, мысалға 1000 адамның ішінде бір адам Құранды жаттауда қателесіп кетті делік. Бір аятында, бір жеріне қателік жіберіп қойды. Оны ар жағында қанша адам түзейді? 999 адам оны түзеп жібереді. Тоқта, қателестің ана жер. Ол қателесіп, егер мысалға бір адам болатын болса, қателесіп қалды ма? Бір адамға, екінші адамға барып жаттатқызды ғой. Қалай жаттатады ол? Қате жаттатады. Өйткені оны түзейтін ешкім жоқ. Бір адам мысалға. Енді онан кейін тағы бір адамға барып не қылды? Жеткізді. Осылайша бір адам ғана бір нәрсені біліп, оны қате жеткізетін болса, кейінгі жеткен адамдардың барлығына ол сол қателікпен кетеді. Ал біздің Құранның жағдайында Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мыңдаған сахабаларға, жүздеген сахабаларға жаттатқызып тастады ма? Одан кейін олар өзінен кейін мыңдағандарға жаттатқызып келе жатыр. Көпшілік. Адам баласы болғаннан кейін жаттау әлсіз болуы мүмкін, ұмытып қалуы мүмкін, қартайып естен шығуы мүмкін. Сондай сәттерінде басқа көпшілік оның қателесуіне жол бермейді. Мысалға айтайық, қазіргі біздің заманымызда миллиондаған қарилар бар ма? Енді бір адам келіп Құранды әдейі түрде қате оқитын болса, не істейді? Миллиондаған қари ананы түтіп жібереді. Сен қате оқып отырсың, түзеле мынауыңды, дұрыс емес анау. Ешкім оған жол бермейді. Миллиондаған әлем жер бетіндегі қазағы бар, өзбегі бар, қырғызы бар, арабы бар, түрігі бар. Тіпті ана жақта Америкадағы қарилардың өзі де не істейді оған? Жол бермейді, тоқтау қояды. Мүмкін емес. Міне, мутауатир деген жолымен келді деген сөз осы. Және де бұл көпшілік жиналып алып, қасақана әдейі түрде өтірік қоспайтын көпшілік. Сондай шыншыл. Яғни сахабалар Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан қабылдап алды ма? Енді табиғиндерге жеткізетін кезде тоқта. Мына жерге бір нәрсені қосып жіберейік, немесе бір нәрсені алып тастайық деген нәрсемен айналыспайды. Мүмкін емес. Сахабалар ондай нәрсені істемеген. Сахабалардың барлығы өте аманатшыл, әділ болған адамдар. Олардың ешбірінің бойында ондай нәрсе жоқ. Табиғиндерге өтті. Табиғиндер көпшілік жағдай. Жиналып ал, бәріміз бас қосайық, мына жерге бір қиянат жасайық деген нәрсе мүмкін емес. Біздің заманымызда да қазір жер бетінде қанша қари бар, солардың барлығын басын қосып, Құранға бір өзгеріс енгізейік деп айту мүмкін ба? Жүзеге аса ма осы тірлік? Жүзеге аспайды, ол мүмкін емес. Сол себепті Құран бізге
пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға қалай түсті? Дәл 100% өзгермей солай жетіп отыр. Түсінікті ма? Бұл нығмет. Міне тазалық. Құр'анда Алла тағала не деді? Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун. Біз Құр'анды түсірдік, біз оны сақтап қоямыз деді. Осылайша Құр'ан не істеп отыр? Сақталып отыр. Біздің осы күнімізге дейін. Сіздер шаршап отырсыздар ма негізі? Сабаққа кішкене бүйтіп жұлқынып, қатысып. Отбасы қиын да, жақтырып отыр ма, жақтырмай отыр ма, не істеп отыр өзі деген секілді. Онан кейін енді Құр'анның анықтамасын ғана біз қысқаша түрде аштық, қысқа түрде. Құр'ан деген не екен? Не екен Құр'ан деген ол? Алла тағаланың пайғамбарына вахи еткен, әрбір аятымен құлшылық етілетін, ғибадат жасалынады. Неге? Мутаватир жолыменен түскен несі Алла тағаланың? Кәләмі деп айтсаңыздар, кәләмі. Міне бұл Құр'анның анықтамасы. Енді осы Құр'ан 23 жыл бойы пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға не қылды? Шашыраңқы түрде, не дейміз? Шашыраңқы деп атаймыз, қалай атаймыз? Бөлік болып түсіп отырды. Бұл мәселені талқылаймыз ба, жоқ шаршадыңыздар ма? Енді Алла тағаланың қалауыменен 23 жыл бойы уақыт алды. Неліктен Құр'ан бір бүтін болып түскен жоқ? Неліктен бөлік болып түсті? Мысалға Муса алейхиссаламға Алла тағала Тауратты толықтай Құр'ан күйінде жіберген. Кітап күйінде жіберген. Құр'ан күйінде жіберген деп жібердім ба? Кітап күйінде жіберген. Муса алейхиссалам Тур тауына барып, Алла тағаланың бұйрығымен көтерілді. Тур тауына шыққан кезінде кітап күйінде осындай мұқабасы бар деген секілді. Кітап күйінде оған қолына ұстатылды. Сөйтті да, кім? Муса алейхиссалам сол кітаптың ішінде не жазылған, қандай үкімдер бар, соның бәрін Жибрил алейхиссалам 40 күн бойы не істеді? Үйретті оған. Муса алейхиссалам соның бәрін алды. Түсіндірмесін, шархын, тәпсірін. Ал енді пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға болған болса, аят па аят, не бір сүре түсіп қояды, не бір аят түсіп, не 2-3 аят түсіп қояды деген секілді. Осылайша түсіп отырды. Не даналық бар, қандай мәселелер бар десе, ғалымдарымыз осы ғылым аясында ең бірінші Алла тағаланың даналығы бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға Муса алейхиссаламға берілгендей кітап бүтін күйде түскен кезінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам әр кез, әр сәт сайын, әр кезде, әрбір мәселеге қатысты жағдайларда жалғызсырап қалатын еді деген мәселені айтады. Яғни, кітап келді, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қолына ұстатты, оның ішіндегі нәрсесін бәрін түсіндірді. Осылайша пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам кітаппен бірге жалғыз қалды. Енді бұл кітап болатын болса, ол бір ғана қауымға түскен нәрсе емес. Бұның ішінде бүкіл әлемнің ғылымы жатыр.
Бұл кітаптың ішінде адамның бүкіл ғибадат құлшылық жатыр. Өткен менен болашақтың хабары жатыр. Бұны жеткізу үшін әр сәт, әр кезде Алла тағаланың жәрдемі қажет. Алла тағала сол себепті Жибрил алейхиссаламды не істеді? Аят па аят, жаңағыдай бөлік-бөлік қылып отырып түсіруді бұйырды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам осылайша әр сәт сайын Алла тағаладан жұбаныш келіп отырды, жәрдем келіп отырды, көмек келіп отырды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мысалға келді, мен пайғамбармын деп айтты. Кім сенді оған? Хадижа анамыз сенді, Абу Бакр радиаллаху анху сенді, Али радиаллаху анху сенді. Қалған бүкіл туыстарын жинап алған кезінде, ай, құрып кеткір ай, бізді сен осы үшін шақырдың ба деді ғой. Кім? Абу Лахаб. Құрып кеткір деді да. Сол кезінде Мәсәд сүресі түсті, соған қатысты. Тәббәт яда әби ләхәбин уә тәббі. Құрыды деді. Кімнің? Абу Лахабтың несі? Құрыды деді. Кәсіп қылған нәрсесінің барлығы жоқ. Құрдымға кетті деді. Өзі құрып кетті осылайша. Ешкім мойындаған жоқ. Керісінше пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға қарсыласып түрлі зияндар көрсетуді бастады. Әрдайым кедергі, қаншама рет соғысты, қаншама рет мұсылмандарды азаптады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жеке басына, айналасындағы сахабаларына түрлі зияндар берді. Осы сәтте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қолында жалғыз кітаппен жалғыз өзі жүрген кезде қалай болатын еді деген сұрақ. Оңай болар ма еді? Әрине оңай емес. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ең бірінші ол бәрібір адам баласы. Қанша Алла тағала оны пайғамбар қылып, ерекше бір күш қуат, қаншама қасиеттерді бойына салғанмен де, бірақ ол бәрібір адам баласы. Ол да әке, ол да дос, ол да күйеу, ол да басшы, ол да бауыр, ол да бала біреудің немересі, ол адам баласы. Сол себепті де бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға өте қиын болар еді. Ал әр сәт, әр дайым мәселеге қатысты аятты алып келіп, Жибрил алейхиссалам оған Аллах тағаланың сәлемін жолдап, оған жанында келіп отырып, қолдауы, күш қуат беруі бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға үлкен көмек, жәрдем, жеңілдік болды. Міне, Алла тағаланың несі? Даналығы. Бұл бірінші мәселе. Екінші даналық. Енді Құран бұл өте терең кітап. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам болатын болса, ол жазуды, оқуды білген жоқ. Умми болды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан басқа жер бетіндегі кез келген адам үшін оқуды, жазуды білмеу айып болып тағылады. Айып болып табылады. Мынау жазу білмейді екен, мынау оқу білмейді екен ғой. Алайда пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның оқу, жазу білмеу айып емес, керісінше оның тұлғасына, оның қызметіне, пайғамбарлығына кемелдік болып табылады. Яғни ешбір адам пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға мін таға алмайды. Сен Құранды не қылдың деп? Өзің ойлап шығардың деп ешкім айта алмайды. Айтайын десе мүмкін емес. Айтайын десе пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оқуды да жазуды да білмеген. Енді бұның ішіндегі бүкіл мәселелерді оқуды, жазуды білмейтін адам қалай түсінеді? Қалай жеткізеді оны?
Сол үшін де Алла тағала не қылып отырды? Жеке-жеке бөліп етіп түсіріп отырды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, Жибрил алейхиссалам келген кезінде тез жаттап алуға тырысатын. Өйткені жаңағыдай жазып қоятын мүмкіншілігі жоқ. Өзі жаттап алу керек. Және сол күйінде апарып сахабаларға жеткізу керек. Осыдан қатты жауапкершілікті сезінген пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қатты уайымдаған кездеріне Жибрил алейхиссалам келіп оқып беріп кетеді, жаттатқызып. Оқиды пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оқиды. Жибрил алейхиссалам қайтадан оқиды, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оқып алады, болды, кетті. Осы кездерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қайта Жибрил алейхиссалам кеткеннен кейін қайталай беретін Құранды. Алып келген. Содан кейін аят түседі. لا تحرك لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا جمعناه فاتبع قرآنه. Тіліңді қайталай бермей-ақ қой дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах тағала не жұбаныш ретінде айтып жатыр. Жаңағы тыныш талдыру ретінде айтып жатыр. Тіліңді қайталап әуре қоймай-ақ қой. Біз оны жинақтаймыз дейді. Оны жинақтайтын бізбіз дейді. Аллах тағала айтып жатыр. Мен өзім оны сақтаймын, оны жинақтаймын. Қашан оны жинақтап сақтаған кезде оған ер дейді. Яғни Алла тағала пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның несіне, жүрегіне, жадына Құранды жинақтап егіп қойды. Ол еш қашан не қылмайды? Ұмытылмайды, өшпейді. Осылайша Құран сол себепті де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, яғни оқуды жазуды білмейтіндігі себепті бөлік болып түсті. Аллах тағаланың бұл екінші даналығы дейді ғалымдарымыз. Үшінші даналығы. Құран бұл бір ғана кітап, алайда ішіне бүкіл ғылымдарды жинаған кітап. Осы ғылымдарды жинаған деген кезімізде кейбір білімсіз, түсінбейтін, сөзден бәле іздейтін адамдар мынаның айтып отырғанын қарашы деуі мүмкін. Бүкіл ғылымды Құранның ішінде қалай жинақтап қояды? Яғни бүкіл ғылым, діни ғылым болсын, дүнияуи ғылым болсын. Физика, химия, астрономия, медицина, география. Осының барлығы бар ма бұның ішінде Құранда? Бар ма? Бар. Бірақ қандай түрде, қандай көріністе десе, мәселе ол кеп сұраса, кіріз деместен, бірдестен жалағақпастан, мұжмәл, Құран қалай ол бүкіл ғылымдарды жинақтаған? Не деп тұрсың сен? Деп айтпастан, қандай мақсатпен айтып жатсың десе, Құран бүкіл ғылымды жинақтаған жалпыламай көріністе. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам соны жалқылайды, яғни оны ашады, түсіндіреді, жеткізеді. Алла тағаланың бір аяты бір кітап болып жазылуы мүмкін. Бір кітабынан, бір аятынан бір кітапқа жетерлік мән мағына шығады. Міне осылай бүкіл ғылым жинақталып қойған. Құранда медицина айтылған, эмбриология ғылым айтылған, астрономия, жұлдыздардың қаншама түрі айтылған, аспанның кеңдігі айтылған. Қазір ол ғылым астрономияда дәлелденіп, зерттеліп жатыр. Медицинада осы 20-шы ғасырда ғана дәлелденіп, зерттеліп шықты. Ал ол эмбриология ғылымы Құранда 14 ғасыр бұрын айтылып қойған еді. Міне, біз осылайша Құранды бүкіл ғылымдарды жинақтаған деп айта аламыз. Бүкіл ғылымның мәселелері ішінде айтылған. Енді осындай көрініспен келген кітапты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қалай ашып береді?
Төртінші даналығы бұл Алла тағала адам баласының жүрегіне, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям заманында сол жердегі адамдардың жүрегіне ең бірінші ақиданы, негізгі мәселелерді салды. Алланың жалғыз екендігін, құдіретті екендігін, сол пайданы да зиянды беруші Алла. Соған ғана құлшылық ету керек. Басқа ешкімнен сұрамау керек. Алла мейірімді. Тек Алла тағаламен байланыстырды. Өйткені хақ жаратушы жалғыз ол Алла. Ал сендер басқа нәрсеге табынып жүрсіңдер. Тазалыққа шақырды. Адамгершілікке шақырды. Туралыққа шақырды. Аманатшылдыққа шақырды. Адамның бойында осындай нәрселердің барлығын жинап болған кезде сахабалардың өздері келіп сұрақ қоя бастады. Құр'анда не дейді? Есәлунәка анил махид. Сенен етеккір жайында сұрайды деді. Сол кезінде етеккір ол не болады? Таза болып есептелмейді. Сондықтан да ол кезде әйелдеріңе жоламаңдар деген Аллах тағала аятты түсірді. Яғни оған дейін Алла тағала тазалықтың не екендігін, дене тазалығы, дәрет алу, жалпы материалдық тазалық, жүрек, жан дүниенің тазалығын үйреткен, еккен Алла тағала, енді сахабалар келіп Алла тағаладан өзінен нені сұрай бастады? Сол мәселелерге қатысты нәрселерді өздері сұрай бастады. Демек, Құр'анда егерде Алла тағала мынаны істеңдер, мынаны істеңдер, мынаны істеңдер деп адамдарға бірдестен бұйрық бәрін беріп тастай салған кезде, адам баласының оны орындауы, бір нәрсені тез келе салуы мүмкін емес еді. Арақ шарап тастаңдар. Ананы үйтпеңдер, мынаны бүйтпеңдер. Алайда Алладың даналығы шексіз ғой. Адам баласына ең бірінші иман нұрын құйды. Одан кейін сол иман көгеріп, өсіп, жеміс берген кезінде адам баласы өзі кеп сұрай бастады. Соны дейді? Есәлунәка анил хамри вал майсир. Құл фихима исмун кабир, ва манафи'у линнас, ва исмухума акбару мин наф'ихима дейді. Сенен олар өздері келіп нені сұрайды? Арақ шарапты, құмар ойындарды сұрайды дейді. Сол кезінде сен оларға айт, бұның пайдасы азырақ пайдасы бар, бірақ зияны өте көп, күнәсі өте көп. Содан не қылды? Сахабалар, бұл зиянды нәрсе екен. Аллах тағала бізге зиян деп айтып жатыр бұны. Бұдан біз аулақ болуымыз керек екен деп түсінгендер түсіне бастады. Одан кейін не болды? Ішіп алып та намазға тұрып қойған кездері болды мас күйінде. Содан қателескен екен екінші аят түсті. Мас күйлеріңде намаз оқымаңдар деп. Одан уақыт өткеннен кейін, осыған қалыптасқаннан кейін, дағдыланғаннан кейін Алла тағала арақты харам деді. Ал енді бірінші келіп арақты харам деген кезінде оған кім мойынсұнатын еді? Қаншама ғасырлар бойы ол қанға сіңіп кеткен әдет ғұрыптар, нәпсі құмарлық, шарап деген ол адам одан ажырай салуы лезде емес қой. Жалпы әдет, жаман әдеттен адам баласы не қылмайды? Бірде лезде ажырай алмайды. Не дейді? Ауру қалса да, қазақта не дейді? Ауру қалса да әдет қалмайды дейді. Қалмайтын дүние. Соны Алла тағала сол әдеттеріңді бірден тастаңдар десе, не болар еді? Ол сахабалар, ол мұсылмандар ол жерге келе қоймас еді. Алла тағала сондықтан да сұрақ өздері, адамдардың өздері келіп сұрақ қоятын жағдайға жеткізді. Олар сұрақ қойды, Аллах тағала жауап берді, олар қабылдай салды. Міне бұл Аллах тағаланың төртінші даналығы. Өздері сұраған кезде сол сұрақтың жауабы ретінде аятты бөлік-бөлік қылып түсірді. Бесінші даналығы, Алла тағала
Пайғамбарын жібергеннен кейін мушриктер келіп жаңағыдай қарсыласты, ананы істеді, мынаны істеді, жаңағы зиян берді, соғыс ашты, соғысуға келді. Осы аралықтардың бәрінде сол мәселе, сондай жағдайларда қалай, сондай проблемаларда адам қалай шығады? Қандай да бір проблема болып жатқан болса мұсылмандардың арасында, мысалға жаңа мирас мәселесі, дүниеге тартыс мәселесі. Сонда адам қайтыс болған адамның қалған мал мүлікті қалай бөліп беру керек? Проблема болды, шықты ғой адамдардың арасында. Одан жаңағыдай соғыстан қашқандар, оның жағдайы не болады? Болмаса бір адам күнә жасап қойды, зина жасап қойды, болмаса жаңа бау кеспелік, жол кеспелік күнәларды жасап қойды. Осы кезінде ол проблеманы қалай шешімі қандай болады? Осының барлығы бір кітапта бір дестен бір бүтін қылып түсе салатын болса, Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам оны ашықтап түсіндіріп беру бұл өте қиынға соғатын еді. Жоқ, бірте бір проблема шығады, Аллах Тағала сол проблемаға қатысты аят түсіреді, шешетін. Сұрайды, оған қатысты аят түсіреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір қиыншылықтар болып жатады, жұбаныш ретінде оған аят түсіреді. Адамдардың арасында бір қоғам бір мәселе болып жатады, Аллах Тағала оған қатысты аят түсіреді. Жеке. Сондықтан да жаңағыдай не? Қай аят келді, сол аят сахабалардың жүрегіне, жадына, өміріне, тіршілігіне, қоғамына бірдестен сіңіп отырды. Бірдестен. Аят келді ме, қабылдап алады. Аят келді ме, қабылдап алады. Құрғап қалған не? Жерге суды қалай құйсаңыз солай сіңіріп алғандай, әрбір аятта сахабалардың бойына осылай сіңіп кетіп отырды. Сол жерден көгеріп не шықты кейін? Ислам мемлекеті, ислам әлемі деген алып, көркем, дана, әділ мемлекет осылайша пайда болды. Демек, біз бүгінгі сабағымызда Құр'ан бұл Алланың кәлем екендігін, Құр'анның не екендігін түсіндік, анықтамасын білдік. Құр'ан одан кейін 23 жыл бойы шашыраңқы бөлік болып түскендігін, және де оны не себепті Алла олай пайғамбарына түсіргендігін, сол даналықтарды не қылдық? Қысқаша айтып өттік. Уассалаллаху та'ала аля хайри халқихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Жаратушы жаббарымыз осы басталған сабақтарымызда мақсат қылып қойған тақырыптарға шейін, соңғы тақырыптарымызға шейін, соңғы мақсат еткен мағыналарымызға шейін дұрыс, пайдалы жеткізуімізді, сол сабақтарды алуымызды Аллах Тағала өзің нәсіп еткей.